Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айжан. Бүгін сіздермен ашытқы қосылмайтын, өте дәмді, жақсы көтеріліп пісетін бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Жылы сүт 300 мг, жұмыртқа 1 дана, жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық содаға 1 ас қасық алма уксусын қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. 3 ас қасық қант, електен өткізген 500 грамм ұн, қолымызбен қамыр елейміз. Ұнның тығыздығы әртүрлі болады, сондықтан 50 грамм плюс-минус жүруі мүмкін. Видеода көргендеріңіздей бір кішкене ғана ұн қосып жібердім. «30 мг күнбағыс майы, өте жұмсақ қамыр шығады. Бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Қамырымыздың үстіне аз ғана ұн сеуіп, оқтаумен жаятын боламыз. Кружканың көмегімен бауырсақты кесіп алдым. Қажет ингредиенттердің мөлшерін осы видеоның астына описанияға жазып қойдым. Сол жақтан қарай аласыздар. Бауырсақтарымыз дайын болды. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса, подписаться, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.